Эй, hammangizga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birga men Davronbek Gamer. Do'stlar, bugun biz Minecraftda bir yilma jasaytın bo'lamiz. Polniy damib ketishimiz kerak biz. Minecraftda 100 kun, Сондай выживать etетін bo'lamiz. Al давайте ketdik onda. Eman jurnalı түсінбедім. Bizde til өзбекше. 40'қа қояйық, давайте. Eman журналы түсінбедім мен. Өзбек тілінің модын тартып алып едім, достар. Орысшаға түсінбедім, дұрыстап. Соның үшін өзбек тілінің модын тартып алып едім. Енді Eman журналы деп тұр бізде. Неғамыз енді қаралпақша тауылмадым, қазақша модынан тауылмадым, ешқайдай нелерді тауылмадым ютубтан. Сол өзбекшені қойдым әйтеуір. Қаралпақша енді тауылмайды, ол тауылмайтын тілі ғой, короче. Бейбақа қол қаралпақ тіл. Еші, анау мына ойларға қосылатын тіл емес қол. Так, мыналарды бұзып аламыз. Қазір біз негізімен бір ауылдың кодын жазып едім. Вообще басқа жақтан шығып кеттім мен. Қайдан шықтым вообще? Жер не деп аталады екен? Дирт. Сол өзбекше ма енді? Хотя бы топырақ деп қойса болады. Ұят қой. Вообще өзбек тілі ма бұл? Бізге іләжі барынша ананың төбесіне шығып алу керек. Төбесінде бірақ вообще есет жоқ болады. Ойбай. Бізге ағаш жасау керек. Eman yog'ochlari. Бәрінен тоже сондай жасап тастайық. И бізге крафтинг дейді. Не бұл? Сол өзбекше ма енді? Стик. Не? Стик деген осы. Yog'och qilich. Енді бұл нормально. Yog'och bolta. Yog'ochdan жасалған казма дейді. Казма дегенге түсінбедім, достар. Өзбек тілінде казма деп айтылады екен, керка деген. Казма. Қызық келеді екен. Так, енді біз каменияға сразу көшіп кетіп, ауыл тауып аламыз керек. Все, менде 20 не бар менде? Пахта тош. Қандай тілде жасалған өзіне? Менде 20 пахта тош бар, әйтеуір. Стик соғып алдым, сонымен не соғу керек? Бізге керка. Тош пикақ. Тош болта. Тош пикақ қол. Мынақты казмет, мынақты пикақ болып кеткен. Тош қылыш. Енді бұл нормальный. Тош болта. Тас болта менен бүйтіп бұзып ала берем сенде. Достар, мен ана ең не бар еді менде, мен болым жазбан, сосын жаңа ауыл деген летсплей бар еді, екі мирларын өшіріп алдым, сосын достар менен ойын деген ненде бар еді, летсплей мен ізін түсіре жағадық, бірақ ол да тоже өшіп кетіпті, түсінбей қалдым, өзіме өзім бір шықлап отырын.
өшіп кеткен. Короче, Майнкрафтқа мод қосып нетіп отырмын. Бірден жоғалып кетті өзіне өзі. Все, жететін шығар деп ойдамын. Кеттік. Енді бізге ауыл іздеу керек қазірге. Себебі бізге кроваттар керек болады. Қайға кетіп қалды ана көрмекші. Көрмекші жасларын көрейікші, атқан екен. Стринг. Өргімчек көзі. Енді бұл нормалны енді. Ана өргімчек көзі деген стрим деген өгем түсінбедім. Стриминг ба? Стриминг ба? Бізге ауыл тауы керек. Ауыл қақта. Все, мында достар ауылға келдім. Қоғынбайске ауыл тауып алдым. Опа. Менде сәл-пәл қатып атыр. Қазірге менде эфес ұстамай атыр. Загрузка болу керек, мер сәл-пәл. Енді нормалны. Жолдың бойына да егін ек қоя береткен достар бұларды. Әдет сондай ма, ұрп әдет. Оу, колокольчик. Дың. Ойнап айттым, ешқандай рейд болып атырған жоқ, просто сынап көріп атыр едім, сонда да хаммесі қашып баратыр. Маған бұл ауыл болмайды. Маған басқа ауыл тау керек. Бірақ ілі жоқ. Қазірге осы ауылда тұрамыз достар. Кроват бар ма? Өшше маған кроват керек қазірге. Кроват жоқ. Кроват бар екен жерде. Уже бір Майнкрафттағы бір күніміз өтті. Ұйқылап алу керек. Майнкрафтта екінші күн. Майнкрафтта екінші күн басталды. Һәм біз төсекті алып кеттік. Жаңа күн, жаңа мақсат, жаңа бірдеңе. Пшеница. Пшеница не деп аталады екен? Көрейік ал. Хей бәле. Бұғдай. Түсінбедім. Хей бәле деген бе? Жақсы, біз хей бәлелерді алып атырмыз. Хей бәлелерді алып болдық достар. Енді бізге не қылу керек? Бізге негізі өзімізге нормальный үй табу керек, или бізге жаңа үй салу керек. Бұлар да дан не деп аталынады екен? Урғылар. Кровать, апельсин кровать. Все нормально. Апельсин реңіндей болған үшін апельсин кровать деп қойған шығар енді. Өзбек тілін онша түсінбедім. Все жақсы. Бізге көп дәнелер алу керек негізі. Себеп біз нан соғамыз. Маған мына үйлерде жасағым келіп тұрған жоқ. Соның үшін біз жаңа үй саламыз. Кеттік. Бізге бірінші ағашлар жинап алу керек. Осылайынша бір күнімді ағаш жинап үй салумен құртып жібереу мүмкін, енді точно білмеймін бірақ. Йоғашлар жасап атпыз біздер. Еман йоғачларын соғатпыз. Құрылыс үшін пайдаланылатын екен. Бізде 5 ярымға сәл-пәл жетпей қалған не бар? Ағаш бар. Бізде булыжник жоқ достар, булыжник. Не жоқ деп ойласам, булыжник жоқ екен.
Оу, қараңдар, мен не таптым? Железо. Өзбек тілінде айтқанда не болады екен бұл? Қазір көреміз. Ё-моё. Бізге бірінші барлығын бұзып алып алу керек. О, железалардың кәні бұл жер, достар. Так енді жолым бола бастап жатыр. Басқа железо көріп тұрғаным жоқ. Железо темір рудасы деп аталады екен. Все, бұл нормально негізі. Бізде 45 лужный, яғни тақта ташы бар. Соны біз 2 стактай қылуымыз керек примерно. Қаза береміз. Мен неге вообще анандай ақтасларды алып отпан, достар? Не керегі бар оның? Бізге просто пақта ташы керек. Кімгедір қызық болса, мен железоны қазір -615-ке -248 блокта таудым. Бұл яғни 58 блок биіктігі. Сол жерде таудым. Енді Майнкрафтта әр түрлі жерде шығады. ПК несі? Кәдімгі телефондағы Майнкрафтта. Стерженлар не деп аталатынын көреміз әзір өзбек тілінде. Опа. Таяқты негізі таяқ, я масаж таяқ деп отаймын, таяқша. Эман көчаты, енді бұл нормально. Бәрін ек бастаймыз. Жалпы негізі маған ақтереклер қайтып аталатыны қызық болып жатыр. И сосын маған шошқа көші дегілер қайтып аталатыны қызық болып жатыр. Қайын журналы. Өзбеклер. Енді перевод қылғанда, достар, перевод қылғанда енді. Жалпы мен үйден нормальный жерге салғым келіп жатыр. Ауылдан алсылау жерге. Ондай алыс емес, енді нормальный жерге, тегіс, вид сұлу болады жерге салғым келіп жатыр. Сол себепті мен нормальный жер тауым керек. О, қарбыз не деп аталады екен бізде өзбек тілінде? Тарвуз болу керек. Қовун? What the fuck? Қандай? Қайсы переводлаған вообще бұлны? Бір орсын переводчыға переводлағандай болып қойды. Просто так өзбектің абыройын түсіру үшін істеп қойғандай бір. Біз дейтін төбесіне көтерілсек, сат көрінбейді. Көрінеді енді. Ешқандай үй салатын жер жоқ бұл жерде. Бізге атак нормально тек жер керек. Ұқпа кетпеді менен ешқандай. Так, мына жаққа біз өтіп кетеміз. Енді қатып жатыр сәл-пәл. Мод қате істеп тұрды негізі менде. Сол себепті қатып жатқан болуы да мүмкін. Енді басқа білмедім. Ауыл қақты екенін ұмытып қалдым вообще мына жақта. Оу, асқабақлар бар екен. Асқабақларды бұзып алып, өзбек тілінде қайтып аталатын көреміз. Қовоқ. Все, бұл нормально. Ана жақта гүлдер бар. Гүл не деп аталады екен? Гүл бізде лилак. Аты лилак шығар, енді неғамыз енді. Угол не деп аталады екен? Бізде көру керек бұны да. Угол өзбек тілінде көмір болады. Маған қызық болып жатыр жалпы. Енді сілерге қандай болып жатқанын білмеймін, бірақ негізі маған выживание қызық болып жатыр.
Мына жакта бир шама угулдар бар экен. Жалпы жетет бизге қазірге, ондай көп угул керек емес. Угул бизде көмір. Дұрыс достар, бизде дұрыс. Бизге машал аля болмайтын беді. Жақсы. О, темір таудық достар. Негізі менің жолым болып жатыр. Пешкі соғып сразу ана жерден темірлерді қайнатып, темірге өтіп кетсек болады. Мына жақта кән ғой, короче, темірдің кәні достар. Қазірге шахтада жасап тұрсақ та болады негізі. Майнкрафтта уже 3-ші күн басыланайын деп жатыр достар. Қазір маған анандай скелет дегендер шықпастан бұрын мына жерде ұйықтап қалу керек. Төшекне қалдырайын, очық чат. Бұл жерлер енді сәл-пәл қателіктер болған. Болады енді бұл. Ешнеше жоғын. Бізге пешке жасау керек. Печкені верстактан жасайды. Верстак крафтинг наумері болып аталады екен бізде. Печкі мына жақта. О, андай жасауға болады екен бізге печкінің орнына. Бірақ бізге печке сонда да керек. Очақ. Мынау не деп аталады? Негізі мынау печка болу керек. Печка ма өзі? Очақ. Екеуі де очақ болу керек қой негізі достар. Біз ауқатты негізінен қоймай тұру керек негізше. Бізге көкірек. Бізге көкірек жасап алу керек онда. И көкіректің ішіне керексіз затлар салып қоямыз. Енді бізге железаны қайнату керек достар. Обана. Мына жақта үй тұрып жатыр. Ана жерде қойды өлтіріп кеткен бір ит. Қойдың шерсті не деп аталатынын көреміз қазір. Ақ жуын ба? Дұрыс, ақ жуын. Мына жақта болса қой не дейді? Қой көшті. Все. Бұл нормально енді. Мына жерге қоямыз. Жалпы негізі төсектен қойып қойсақ болады. Ойбай. Шөре жасаймыз ғой енді. Бізге ауқат жинау керек. Жалпы негізі. Мына жерде угыллар қалдырып кеткендей едім. Соларды алып келейін деп ойды. Уже менің таш пикахымның заряды таусылып жатыр. Қазір железадан соғып алатын боламыз. Ё-моё, неғып угылдың кәні ғой, ё. Керкам сынғанчы бұзып аламан көмірлерді енді. Керкам менде таш пикахысынды. Кеттік енді, железа қайнап болған шығар. О, көш. Ой, скелет ба? Қайда? Өзі жанмазда. Жоғалай. Өлдім мен. Сүйек. Бізге ауқат жеп алу керек. Неяқта тоже темір рудасын көрдім мен. Неге қыпын көтерілмей жатыр менде? Йо. Түсінбедім мен. Так. Бізге негізі мына жақты жауып тастау керек достар. О, мына жақта қалып қойды. О, руда. Сәл қалды, ё-моё. Мына жақта бізге енді таяқ керек болады достар. Таяққа. Таяқ. 8 таяқ. Балта. Темір қылыч. Бізге енді шлем соғып қояқ, давайте. Менің негізі. Все, міне.
Бас киімді киіп алдым. Қалғандарын қазір соғатын боламыз. Темірім жетсе. Менде исотқа жетпейді темір. Так. Тасты бұзып алу керек бізге. Сосын мына жерге мәшал қоямыз. И тасты бұзып аламыз. Тас несі? Темір рудасы. Сонда үшеу ақ па. Бұл жақта тоже темір рудасы. Бұл жақта шахта. Бұның ішінде тоже темір рудасы. Сонымен бізде мәшал таусылды, достар. Видеода ұзақ болды. Бірақ еле тамамданбайтын шығар, себебі менің жолым болып жатыр. Жолым болған кезде кімнің видео түсіргісі келмей қалады. Әлбетте менің де видео түсіргісі келеді. Жолы болған кезінде. Мына жақта бізде темір көріп тұрған жоқ қазірге. Жақсы. Енді бізге ана жерді жауып тастау керек. Моблар келеді. Анау мынау дегендей. Керексіз блокларды аламыз. Мына жақта дирт бар бізде. Не бар басқа? Мынаны сандықтың ішіне салып кетеміз. Бізде 18 темір рудасын таптық. Одан 18 тоже шығады жар енді. Зәте мына жерден бастап жоғайық бүйтіп. Опа. Оп. Үш жер сәл кішкентайлау. Опа. Үш жерден бастап жауып шығып отпан. Сон яғынан моблар өтеді. Давайте жауып тастайық бұл жақта да. Менде блок таусылып қалды. Мына жерден бір-екеуін бұзып алайық. Железный не деп аталады бұл? Темір четка. Вообще бұны переводлаған ба? Кім не? Вообще бір қоғынбай болған. Так, мына жақта бізде балқып жатыр темірлер. Бізде 7, сандықта 3 бар. Сонымен 10. Не болады екен бізде? Бізге жалпы аяқ іштен үстіге киім соғып алайық. Үстіге киім соқтым. Оны тоже киіп аламыз. Мына жақта тағы да темірлер қайнап жатыр. Бізде полный сет жинауға болады негізі. Болатын шығар, енді жететін шығар. Так. Үштенім қайда менің. Так, мына жақта темір қайнап жатыр бізде. Үштанға нешеу керек? 1, 3, 4, 5, 6. Жетеу керек бізге үштанға. Все, жетеді, бізде ауысып та қалады. Так, бізде қайнауын күту керек енді. Темір құйма. Бізде киімдер не деп аталады екен? Темір дубылға, темір көкірек қафасы. What the fuck? Темір етик. Көкірек қафас. Көкірек қафас емес, темір киім, темір савут десе болар негізі. Мен істеп білгенде тоже ерінбей сөйтіп барлығын істейтін едім. Темір леггингс. 3 тонн десе болар не деймін. Леггингс деген 3 тонн дегенден ұятып кеткен вообще. Все, бізде полный сет бар енді, достар. И бізде машала бар мына жақта. Машала емес, машал. Біз ұмытпауымыз керек. Майнкрафттағы бұл 3-ші күніміз, достар.
ішіне угуларды салып қоямыз. Все достар, сонымен бүгінгі видеомызды тамамлаймыз. Видео жақса лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып кетің. Кейінгі бөлім тез арада шығады. Оған дейін көп дамып кететін шығарман деген ойдамын. Видеодан тыс әлбетте. Ал онда мен видеоны тамамлайын.